Бүгін Астанада ауыл әйелдерінің дәстүрлі форум өтті. Оған елдің түкпір-түкпірінен бизнеске бейім қыз-келіншектер жиналды. Шара аясында бірқатар кәсіпкерлер грант ұтып алды. Грант иелері және жалпы форум туралы Асима Нұрбайқызы дәл қазір тікелей эфир арқылы баяндайды. Асима. Қайырлы күн, міне жаңа ғана осы жерде 20 әйел қайтарымсыз грант ұтып алды. Оларға 2000-нан 4000 ақш долларына дейін қаржы берілді. Осылайша олар шағын бастамаларын кеңейтуге мүмкіндік алып отыр. Бұл әлеуметтік жоба 10 жыл ішінде 60 мың қыз-келіншекке қолдау көрсетті, оқытты, үйретті, көбіне қаржылай көмек берілді. Соның нәтижесінде елді мекендерде жұмыссыз жүрген көп әйел еңбекке тартылды, кәсіптен нәсіп тауып, шағын және орта бизнесті дамытуға ықпал етіп отыр. Жалпы қазір 4 миллион қыз-келіншек ауылды жерлерде тұрады, олардың жартысынан көбі әр салада еңбек етіп жүр. Ел экономикасының драйвері агроөнеркәсіптік кешен, осы салада кәсібін ашқан бұрымдылар көп. Сонымен қатар бүгінгі форумда жеңімпаздардың өнімдері қойылған шағын жәрмеңке қойылды. Соңғы жылдары бизнестегі әйелдердің белсенділігі артқан, сондықтан мұндай форумдар әлі де жалғасын таппақ. Ақпарат осы, студия. Рахмет, Асима.